Армысыздар қадірменді көрермен. Адам баласы өмірде қателесу арқылы тәжірибе жинақтайды. Ал бұл мамандық иелері жұмыс барысында қателесуіне жол берілмейді. Бүгін ақ халатта абзал жандардың мерекесі. Осынау шуақты күнді саулық сақшылары әлеміне белгілі онколог дәрігер Дидар Аятханмен саяхаттаймыз. Сәлематсыз ба? Мерекеңіз құтты болсын. Үлкен рахмет. Күтпеген жағдай болды ғой. Қош келдіңіз. Бұл біздің сыйымыз. Рахмет сізге. Рахмет. Қарбалаш жұмысына қарамастан, көңілді қарсы алған Дидар Аятхан қызы дәрігер болуды бала күннен армандаған. Сондықтан қиялына қанат бітірген киелі мамандықты меңгеру жолында аянбай еңбек етіп келеді. Орта есеппен 10 жылдай медицина саласында қызмет жасап келе жатырмын. Соның ішінде экстренный хирургия саласында біраз жыл қызмет атқардым. Енді міне соңғы 3 жылда онкология қызметіне ауысып, осы жақта қызметімді атқарып жатырмын. Бұл сананың ешбір қиындығына қарамастан, науқастарымыздың өмірі үшін, олардың тағдыры үшін мен мәңгі осы салада қаламын. Білікті мамандарды біріктірген Алматы аймақтық онкологиялық диспансері 1984 жылы салынған. Күні бүгінге дейін бұл ұжым 1.400.000 адамға қызмет көрсеткен. Бұл біздің операциялық залымыз. Бұл залда 2014 жылдан бастап бізде өте жоғары мамандандырылған операциялар жасалынады. Бізде 28-дей дәрігерлер қызмет атқарады, соның ішінде жоғары санатты дәрігерлер және өте көп жас мамандарымыз бар. Биылғы жылдың өзінде 1400 күрделі ота осы жерде жасалған. Ендігі бағытымыз жансақтау бөлімі. Қиялып деген науқас кеше асқазанға біз операция жасадық. Бүгін аурудың жалпы жағдайы өте төмен емес, жақсы. Бір-екі күннен кейін емдеу осы реанимациядан меңгеріп шыққаннан кейін хирургияға ауыстырамыз деген ойымыз бар. Байқағанымыз, мереке қарсаңында да дамыл таппаған дәрігерлер үшін науқастың амандығы бәріне маңызды. Онкологиялық аурулардың алдын алу үшін не істеу керек? Онкологиялық аурулардың алдын алу үшін біздің үкіметтің арнайы скрининг бағдарламасы бар. Осы скрининг бағдарламасына біздің халық мәдениетті түрде өз денсаулығына дұрыс қарау керек. Соған бет бұру керек. Бірінші сатында науқастардың 100%-ды емделуге мүмкіндігі бар. Ал дертіне дауаз деген жандар да ақ халаттылар қызметіне дән риза. Мен осы жерде емделіп атқаныма 3 жыл болды. Құрметті ақ халатты абзал жандар, сіздерді төл мейрамдарыңызбен құттықтаймын. Дәрігерге тек қана жақсылық тілеймін. Ешқашан ауырмайық. Елімізде 62.000 дәрігер қызмет істейді. Еселі еңбектеріңіз жана берсін. Мереке құтты болсын дәрігерлер қауымы.